Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге граноланың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сары майды саламыз. Менде мұнда қолдың майы, жалпы бұнда майдың майлылығы жоғары болу керек. Сол себептен мен қолдың майын алдым, оны жақсылап ертіп аламыз. Одан кейін отты өшіріп, үстіне балымызды саламыз. Оны да жақсылап барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Май мен балды бір келкі қылып араластырып алдым. Енді үстіне сұлу жармасын салып, ақырындап тағда араластырамыз. Барлығын бірден салмаймыз, бөлек-бөлек 2-3 бөлікке бөле отырып салып, осылай ақырын араластырамыз. Барлығын бір келкі араластырып алдым. Енді оны пергамент қағазына жақсылап орналастырамыз. Барлығын бір келкі етіп, үстін басып тегістеп шығамыз. Барлығын бір келкі етіп орналастырып алдым. Енді оны қызып тұрған пеште 180-200 градус аралықта қызыл қоңыр түске енгенге дейін пісіретін боламыз. Әрбір 5 минут сайын духовкадан алып, осылай жақсылап араластырамыз. Сонда барлығы бір келкі болып қызаратын болады. Ішіне өздеріңіздің қалаған дәндеріңіз саласыздар. Менде мұнда жаңғақ, және де кишмиш, және миндаль мен фисташки бар. Осылардың барлығын қазір ұсақтап турайтын боламын. Және де ішіне шоколад сіздер қоссаңыздар да болады, тағы да күнжіт қоссаңыздар болады. Менде аздағаны шоколад бар, соны да қосатын боламын.
сұлы жармасы дәл осылай қоп-қоңыр болып пісіп шықты. Енді оны кішкене суытып аламыз. Одан кейін қолымызбен осылай барлығын жақсылап үгітеміз. Одан кейін барып ішіне салатын қоспаларымыз саламыз. Достар, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.